аяқ-қолдың ұюы қандай қауіптен хабар береді? Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода аяқ-қолдың ұюына не себеп болатынына тоқталатын боламыз. Видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Және каналға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны басуды ұмытпаңыздар. Білектің, табанның және желімшіктің шаншып ауырып, жансыздануы сізде де кездесетін болар. Әсіресе қолыңызға басыңызды қойып ұйықтағанда, компьютерде ұзақ отырып тышқанмен жұмыс істегенде, немесе аяқты айқастырып отырғанда, аяқ қолыңыз ұйып, біраз уақытқа дейін әрекетке бара алмай қаласыз. Бұл жайсыздық 1-2 минутқа созылса, алаңдаудың қажеті жоқ. Ал егер ұзаққа созылатын болса, айтарлықтай қауіптің төнгенін білдіреді. Қол аяқтың ұюына не себеп болады? Қолдың буыны мен табан маңызды екі жүйенің, яғни қан айналымы мен жүйкенің тоғысқан жері. Демек, қан айналым дұрыс жүрмесе, қажетті жерге келмесе, онда да ол жансызданып ұйып бастайды. Сондықтан да қол аяқ ұйып қалғандарға ең алдымен қан айналымын тексертіп алу керек. Ал екінші жүйке, яғни жүйкенің әсерінен ұйып қалса, онда оның шешімі жеңіл. Көбінесе тышқанмен жұмыс істегенде, ұзақ уақыт қаламмен жазу жазғанда, қол, білек ұйып қалады. Бұл кезде қол аяғыңызға жаттығу жасап, әрі-бері қозғалту керек. Сонда қан айналым дұрысталып, жүйке іске кіріседі. Нәтижесінде ұюдың алдын аласыз. Бұдан бөлекте аяқ-қолдың ұюына мыналар себеп болуы мүмкін. Бірінші, жүйке тамырлары. Қол мен аяқтарда орналасқан жұлын мен ми тамырларының жүйкесі ауырғанда, аяқ-қол ұйып белгі береді. Бұл көбінесе егде жастағыларда көбірек кездесетін сырқат. Демек, аяқ-қол ұйған кезде жедел түрде жүйке тамырларының жұмысын тексерту керек. Екінші топтағы диабет ауруы. Аяқ-қолдың жиі ұюы қант диабетінің екінші түрінен белгі береді. Бұл кезде қолдың буынына қарағанда аяқ көбірек ұйып мазаңдалады. Үшінші, дәрумендердің жеткіліксіздігі. Е, В1, В6, В12 және П дәрумендері жүйке саулығына жауап береді. Демек, аталған дәрумендердің тапшылығы да аяқ-қолдың ұюына себеп болады. Төртінші, спирттік ішімдік. Алкогольді қабылдау кезінде ағза дәрумен тапшылығына ұшырайды. Тамақ режимі бұзылады. Салдарынан жүйке жұмысы баяулап, қан айналымы нашарлайды. Соңынан аяқ-қол жансызданып, ұйып қалады. Бесінші, инфекция жұқтырғанда. Қауіпті инфекция жұқтырғанда да аяқ-қол жансызданып, ұйып қалады. Нақтырақ айтқанда, лайм, спид, ВИЧ, желшешек, ұшық дертіне шалдыққандар да жиі кездеседі. Алтыншы, уланған жағдайда. Тамақтан немесе химиялық заттардан, ауыр металдардың әсерінен уланған жағдайда аяқ-қол өз жұмысын дұрыс атқара алмай, жансыздануға әкеледі. Жетінші, дәрі қабылдау. Дәріні де шамадан артық қабылдау аяқ-қолдың ұюына әкеледі. Әрқашан өз бетіңізше дәрі ішуші болмаңыз. Өйткені басыңыз ауыра қалса, үйдегі кез келген дәрі көмектеспейді. Міндетті түрде дәрігерге барып, бас ауруын анықтаған абзал. Сегізінші, тұқым қуалайды. Аяқ-қолдың ұюы кейбір адамдардың қанында болады. Ол қан арқылы ұрпағына тарайды. Бұл кезде буын, табан, жіліншік жиі жансызданып тұрады. Тоғызыншы, жарақат алғанда немесе ауыр зат көтергенде. Абайсызда жарақат алсаңыз, сол тұстың жүйкесі сыр береді де қан айналымы бұзылады. Нәтижесінде жарақат алған мүшесі ұйып бастайды. 10-шы, шылым шегу. Никотин буынды қанмен қамтамасыз етуге кедергі келтіретін бірден-бір улы зат. Сонымен қатар жүйке жүйесінде бұзуға қабілетті. Қан мен жүйкенің жұмысы әлсіресе, аяқ-қолдың ұюы сөзсіз. Не істеу керек? Міне қандай жағдайда аяқ-қолдың ұйып қалатынын білдіңіздер. Ендеше бұл белгілер терапевт дәрігердің қабылдауына жазылуға жетелейді. Дәрігер арнайы тексеруден өткізіп, аурудың алдын алуға ықпал етеді. Жалпы қанды сараптамадан өткізіп, диабет, бауыр, бүйрек ауруларының бар жоғын анықтайды. Дәруменнің деңгейін біледі. Әрі зат алмасудың жағдайын бақылайды. Қалай емделеміз? Дәрігер қажетті сараптамадан өткізген соң арнайы ем жүргізеді.
көп жағдайда дәрігердің көмегіне жүгінбейді. Аяқ-қолдың июі салауатты өмір салтын ұстансаңыз, жазылатын ауру екенін ұмытпаңыз. Бастысы, қимыл қозғалысты реттеңіз, дұрыс тамақтаныңыз, қанттың мөлшерін азайтыңыз, дәрумендер қабылдаңыз. Жағымсыз әдеттерге нүкте қойыңыз, артық салмақтан арылыңыз. Ендеше тексеруден өтіп, қажетті ем алудан қашпаңыз. Саулығыңызды сақтаңыз. Талай сырқатқа тосқауыл болатыныңызды біліңіз. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңырауды баса кетіңіздер. Сонымен бірге осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жүруді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.